Барлықтарыңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен ең жұмсақ, дәмді сосиски в тесте рецептімен бөлісетін боламын. Менімен бірге болыңыздар. Бізге керегі жылы сүт, оны алдын ала жылытып аламыз. Және 2 ас қасық сливки. Сливкидің орнына қаймақ салсаңыздар да болады. Және 1 шай қасық тұз, және 1 ас қасық ашытқы салып араластырамыз. 2 жұмыртқа. Және еріген алдын ала суытылған сары майымызды салып араластырып аламыз. Електің көмегімен ұнымызды салып, жұмсақ қамыр елейміз. Ұнымызды 2-ге бөліп сала отырып, жұмсақ қамыр елейміз. Қамырымыз сол кезде жақсы көтеріліп шығады. Дайын болған қамырдың бетіне май жағып, бетін жауып, жылы жерге алып қоямыз. Қамырымыз 1-1,5 сағаттай тұрып көтерілді. Осындай жұмсақ, нәзік қамыр болады. Енді қамырымызды теңдей бөліктерге бөліп шығамыз. Қамырымызды жайып, ортасына шұжықты қойып, жан-жағын осылай көріп тұрғандарыңыздай кесіп шығамыз, және бір-бірінің үстінен өткізіп, өріп шығамыз. Бетіне жұмыртқа жағып, күнжіт сеуіп, қызып тұрған пеште пісіріп аламыз. Біздің сосиски в тестелеріміз дайын. Егер рецепт ұнаса, лайк басып, тіркеліп кетіңіздер.